еңбек просто андай маған бәрі прикол ұстап кетті да. Ағай махаббатский өлең, мен басқа өлең білмейсіз ба не, басқа өлең қоссаңызшы деген сияқты қылып. Вот сол махаббаттан басқа да өлең тыңдай аламыз деп жіберіп қойған. дауыстарыңды бір ашып қоя салайын, амандасайық, адам құсап, иә. Аха. бүгін бізде Қырғынбай туралы. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Жер жаннаты қазалы. Жер жаннаты. Саламатсыз ба ағай? Бөлінбейміз жеге. Сәлем, сәлем, еркініз. Оңассыз ба, қалайсыз? Жақсы, жақсы, өздерің қалайсыңдар? Шүкір, жақсы, жақсы бе. Саламатсыз ба ағай, қалайсыз? Толғанай, сәлем. Неге адамыз? Саламатсыз ба ағай? Сәлем, сәлем. Енді керекші. Амандасып уақыт соза тұрайық, мен оған шейін сайттарымды қосыла берейін, иә. Давай. Походу. Ағай, сіз бізге сәлем бермейсіз ба деп ше, ойнақ айтам. Толғанай дейтін қыз көрсетеді негізі ше. Жарқырттың жасады екен. Ағай. Ағай, болды. Қандай бізге ше квизден тапсырма беріп қойыншы, бір 5-еу ма, 6-ау ма жіберіп қойыншы, істеп отыратын. Ернар қойса, Анда не қылып кеттіңдер ма? Ерігіп жатсыңдар ма уже? Жаман ерігіп кетті, мен Қазақстан тарихты бүйтіп андай түсініп. Жаман ерігіп кеткенше, мен сендерге бар емес па? Тұра тұрыңдар, бүгін сендерде бірінші топ па, екінші топ па бүгін? Екінші топ. Екінші топ. Мен сендерге не жіберіп қойдым ғой, көріңдер ма, документ жіберіп қойдым ғой? Иә. Мен Қазбек жасырдым оның бәрінен. Ертең жұма күні зачет болады деді ғой, иә? Иә? Вот содан ертең, давайте, хорошо, давайте, мен не қылып қояйын қазір, дауыстарымды өшіре салайын. Әйтпесе сендер мені тыңдамайсыңдар, қойсыңдар сендер, жамырайсыңдар, шақырып. Вот сол мен неше бет, 30 бет па жібердім ғой. Ернар, Нұрбек, сол жаттайтын, қатты жаттайтын оқушылар, соны жаттап алыңдар бірінші. Ертең анау жаман қадайды сендерді. Жағдайларың қиын болып қойын тұр, достар. Ойлаңдар. Қазір ешкімді оялатқан жоқ. Кураторларда напряженный жүр, менде напряженный жүрмін. Напряженный деген ше. Напряженный деген. Вот, ешкім аянып тұрған жоқ сендерді ше. Так что оқыңдар, мақұл ма? Тем более мен білесіңдер, бір ашулансам, қатты боламын, мен қатты кетемін, ренжимін, қатты ренжимін. Вот, бірақ мен ол зачеттарға қатыспаймын, енді көрермен ретінде қатысып отыруым мүмкін, шетте ше бүйтіп маскамен отыруым мүмкін, бірақ кураторлар өздері алады сендерден. Мен может кіремін тоже. Қайттан жіберіңізші дейді. Иә, қайттан жіберемін қазір. И еще сендерден ертең не ма? Зачет ала ма бірдеңе ғой, иә? Иә, кіші жүзді найза беріп жауға қой деген ғой кезінде. Орта жүзді қамшы беріп дауға қой деген ба? Сондай дүниелер бар, сөздер бар. Баяғы естігем Қытай кезінде. Ертең зачет па? Білмеймін әйтеуір. Ертең ба? Әйтеуір бір күн алады сендерден зачетты. Вот соған дайындалып жүріңдер деп ескертіп қойып жатырмын. Иә, ескерту мұсылмандарға пайда береді дейді ғой. Оразаның кезінде сондай болып қалар менде. Все, давайте. Все, пауза. Кеттік. Дауыстарыңды өшіріп тастадым. Бүгін сабақта бізде өте көп тақырып, бірақ біз әлі отырмыз, сабақты бастамай. Кеттік. Мен енді слайдтарымды қосып алайын. Дальше біз кетеміз. Бізде бүгін жалпы түркі кезеңіндегі Қазақстан тарихы. Түркі кезеңіндегі Қазақстан тарихы деп аталатын мемлекеттер. Бізде моңғол шапқыншылығына дейінгі мемлекеттер кіреді. Получается, 552 жылдан түрік қағанатының құрылғанынан бастап, біздегі 1206 жылы моңғол мемлекеті құрылып, қазақ жеріне моңғол шапқыншылығы басталды ғой. Вот соған дейінгі аралықтағы барлық мемлекеттерді қарастырып өтуіміз керек негізінен біз бүгін. Үлгереміз ба енді, Құдай қаласа үлгерейік. Түрік қағанаты, Батыс түрік қағанаты, Шығыс түрік қағанаты, Түргеш мемлекеті, Қарлұқ қағанаты, Оғыз мемлекеті, Қимақ мемлекеті, тағы қандай мемлекет болды бізде? Қарахан мемлекеті, Қарақтай, Найман, Керейт, Жалайыр және де Қыпшақ деп аталатын хандық. Саусағым жетпей қалды. 11 мемлекетті айтып өтуіміз керек бүгін біз. 11 мемлекет болғанда Найман, Керейт, Жалайырды мен бір неге қосып жібердім. Олар өз алдынан бөлек-бөлек жеке 3 тарихы бар. 3 мемлекеттің тарихы. Вот соның бәрін біз айтып өтуіміз керек бүгін негізінен. Ойбай, жерде қанша сайттым менде. Хорошо. Енді барлығын біз басынан аяғына дейін айтып өтпейміз. Бұның барлығын біз өттік.
Бұл жерде біз негізгі тестте келет дегендердің астын сызып қана айтып өтетін боламыз бүгін. Түсінікті ма? Все, кеттік. Экран көрініп тұр деп ойлаймын емес, білем. Точно көрініп тұр экран сендерге. Мен тоже кіріп отырмын яқта, если что. Хорошо, кеттік. Түрік қағанатының өмір сүрген уақытынан бастаймыз да біз дәл кетеміз. Жазып алсыңдар болады, жазып отырыңдар. Мақұл ма? Мен қазір өте мықты ақпараттар айтамын. Түркі орта ғасыр енді білесіңдер, үшке бөліп тастадық. Ерте орта ғасыр, дамыған орта ғасыр, кейінгі орта ғасыр. Біз енді қазір мына екеуін қарастырып өтеміз. Ерте мен дамығанды. Кейінгіні біз келесі сабақтарда өтетін боламыз. Орта уақыт сызығын білесіңдер. Түрік қағанатының ең алғашқы деректерде кездесуін айтып кетейін мен бірінші. Қараңдар. Қытай деректерінде ең алғаш рет кездеседі. Түркілерге қатысты ең алғашқы мәлімет қай жылдары кездеседі? 542 жылдан бастап кездеседі. Және де олардың деректері қай дерек? Қытай деректері. Тестте былай келеді. Түріктерге қатысты ең алғашқы мәліметтерді кім береді? Ол бізде Қытай деректері, ал қай жылдан бастап кездеседі? 542 жылдан бастап. 552 жыл түрік қағанатының құрылатын уақыты болатын болса, одан примерно 10 жылды алып тастасаңдар, 542 жылдан бастап түркілерге қатысты Қытай деректерінде мәліметтер кездеседі екен. Яғни мына жердегі бір сөйлем бар емес па, тестте екі түрлі болып келуі мүмкін. Бірінші, нені сұрайды? Деректерді сұрайды. Яғни қай деректерде келді деп. Екіншісі, жылды сұрайды. Қай жылдан бастап. Және де түркілердің ең алғашқы мекендеген жері Алтай тауларының етегінде өмір сүрген. Келесі, түркі сөзінің мағынасы берік, күшті деген мағынаны білдіреді. Екі тест келеді сөзге байланысты. Бізде қазақ сөзі бар. Қазақ сөзінің мағынасы еркін кезбе дегенді білдіреді. Еркін кезбе, осымен шатастырып алмаңдар. Мақұл ма? Қазақ деген сөз еркін кезбе, ал түрік сөзі берік, күшті деген мағынаны білдіреді екен. Және де ең алғашқы түркі деректерінің, яғни түрік деп аталатын тайпалардың Қытай деректеріндегі алғашқы атауы не екен? Ол бізде Теле деп айтқан болатынбыз. Және де түркі тайпаларын басқаратын әулет бізде Ашина әулетінен шыққан болатын. Келесі. Жужан мемлекеті, енді қатты маңызды емес. Басында бізде түріктер осыларға Жужан мемлекетіне бағынды, және де жужандарға қарсы шабуыл жасап, түрік мемлекетінің негізін қалайтын ол бізде кім еді? Бумын деп аталатын қаған болған еді. Келесі. Білесіңдер. Вот Бумын бізде қағанаттың негізін салушы 552 жылы Анағұйды жеңіп, Анағұй деп аталатын жужан басшысы деп айтқан болатын, және де Илхан деп аталатын атақты алды. Вот бізде тестте былай келеді. Мен всегда айтамын, қателеспеңдер деп айтамын. Қателеспеңдер. Жужан қағанатын талқандаған деп келеді. Бумын емес ол. Жужан қағанатын талқандаған Бумын емес. Жужан қағанатын талқандайтын ол бізде кім? Жужан қағанатын талқандайтын ол Мұхан бізде. Мұхан деп аталатын Бумынның баласы. Жужандарды толығымен талқандаған осы кісі. Және де тестте былай келеді. О-даланың шығыстағы қожасы деп келеді. О-даланың шығыстағы қожасы осы Мұхан қаған. Еще Қытай деректерінде бізде Мұхан қаған жайында мынадай ақпараттар келтіріледі деп айтқан болатынбыз. Ол шекара шегіндегі, шекара сыртындағы барлық елдердің зәресін ұшырды деп ақпарат беріп кеткен. Және мен де жазып кеттім, білесіңдер, билік еткен жылдарын. Келесі Иштими қаған. Иштими қаған бұл бізде жалпылама түрік қағанаты өздері іштей екі қанатқа бөлінді. Яғни батыс түрік және де шығыс түрік болып бөлінбей тұрған кезде де не қылған? Бізде екіге бөлінген. Яғни оның аймағы өте үлкен түрік қағанатының, оны екіге бөліп басқармаса бізде болмайды. Қазір білмейді. Дальше кеттік. Бізде аймақ өте үлкен болды, слишком. И оны екіге бөліп басқарады деп айтамыз. И бізде Иштими қаған мен Мұхан қаған екіге бөліп басқарды. Екенің билік еткен уақыттар бірдей, қарап отырсаңдар. Вот екеуі екіге бөліп басқарды. И бұл бізде Бумын қағанның інісі. Получается, бұл Иштими бізде кімге бағынған жоқ, Мұхан қағанға бағынған жоқ. Мұханға енді бағынатындай емес қой, өйткені ол ағасы ғой Мұханның. Вот сөйтіп бізде екеуі екі бөлікті басқарған болатын. Бұл бізде Иштими батыс бөлікті басқарды. И ол өз алдына бөлек 100 мың әскер жасақтап не істеген болатын? Батыс аймақтарға қарай қазіргі Қазақстанның батыс аймақтарын, яғни Орал, Ақтөбе деген секілді аймақтардың барлығын өзіне қол астына таратқан болатын. Және де оның атауы бар, 10 тайпа қағаны деген атау. Тестте келуі мүмкін, 10 тайпа қаған дегеніміз кім? Ол бізде Иштими қаған. Және де Иран мемлекетімен одақтасып, эфтериттерге қарсы шығады. Эфтерит дегеніміз олар бізде кімдер еді? Ақхұндар деп айтқан болатынбыз. Ондардың бір бөлігі қазақ жерінде қалып қойып, эфтерит деп аталатын мемлекет құрған болатын. Вот мына жерде жылдарды жаттап алсыңдар. Келесі ол бізде қазақ жеріне, яғни түркілерге келетін нелер, елшілер болып табады. Қай жылы қайында елші келді? Бізде түрік елшісі Маниях, және де Византия елшісі Зимарх деп аталатын. Византия мен түркілердің арасында не болған?
достық қарым қатынас болған дегенді айтқан болатынбыз. Все. Келесі. Мына тобо дейтін көп келе бермейді. 603 жылы бізде не істейді? Түрік қағанаты екіге бөлініп кетті деп айтқан болатынбыз. И батыс түрік, шығыс түрік. Батыс түріктің атауы Онок елі, шығыс түріктің атауы Көк түріктер елі деп аталып кеткен болатын. Мынау бізде түрік қағанатының екіге бөлінгендегі картасы. Келесі. Тестті мен келесі слайдты қосайын. Біз примерно бір 5-6 минуттың ішінде бір мемлекеттің тарихын айтып шықтық. Барлығын үлгеріп тастауымыз керек. Бізге уақыт тығыз берілген. Сендерге енді қатты бәрін ойбай мынау бүйткен, мынау сөйткен деп түсіндіріп отырудың керегі жоқ. Өйткені сендер элита группасыңдар. Барлықтардың алдында тұрған нормальный уровендердің жақсы дейтін оқушыларды біз осылай не қылдық. Барлығын сендерді түсіндіріп отырудың керегі жоқ. И потому что біз осылай ускоренный вариантта өтіп жатырмыз. Ағай, неге бір сабақта біз ондай көп тақырып өтуіміз керек дейтін сұрақтардың туындайтын болатын болса, ол сендердің білім деңгейлеріне сай келеді. Потому что сендердің білім деңгейлері нормальный, да? 10 класс басқа да топтарға қарағанда барлығын от и до детально түсіндірудің керегі жоқ сендерге. Главный тестте келеді дегендерді түсіндіріп жатырмын, хорошо? Вот, ешқандай негатив болмасын. Өмірге тек қана позитивпен қараңдар. Деп пост сөйлеп кететін кездерім болады арасында. Вот мынаның барлығы біз өтіп кеттік. Батыс түрік қағанатының өмір сүрген уақытысы. Бізде түрік қағанатының өмір сүрген уақытысын қашан деп айттық? 552-ден бастап 603-ге дейін бастап өмір сүреді деп айтамыз. Батыс түрік қағанатының өмір сүрген уақытысы 603-704 жыл аралығында. Мынау бізде батыс түрік қағанатының территориясы. Және де батыс түрік қағанатының орталығы ретінде біз айтамыз қандай қаланы? Суяб қаласы. Суяб қаласы білесіңдер, всегда бірінші рет жүретін қала. Өйткені орта ғасырдағы көптеген мемлекеттердің астанасы болған қала. Суяб қаласы. Тестте осы келеді, Суяб қаласы. Және де оның орналасқан аймағы Шу бойында. Яғни тестте былай келуі мүмкін. Мысалы, бұл сұрақты прямой сұрамау мүмкін, да? Батыс түрік қағанатының орталығы деп сұраса, сендер білесіңдер сразу, Суяб екендігін. Ал бізде батыс түркілердің қалай айтсақ болады, әкімшілік орталығы болған Шу өзенінің бойында орналасқан қала деп келуі мүмкін, да? Не деп сұрамайды, астанасы деп сұрамайды, да? Бұл жерде сұрақты өзгертіп келеді. Шу бойында орналасқан қала дейтін болса, сразу Суяб қаласын білесіңдер. Ал жазғы ордасы не болды? Монбұлақ қаласы болды. Және де батыс түрік қағанатының халқы не деп аталды? 10 оқ бұлын деп аталды. Бағана біз айтқан болатынбыз. Батыс түріктердің 10 оқ елі деп аталды, 10 оқ елі. Яғни бұл жердегі бұлын деген сөз не еді? Халық деген мағынаны білдіреді. Қарапайым халық дегенді. Және де бізде батыс түрік қағанатындағы екі мықты тайпа деп айттық, Дулу мен Нушиби деп аталатын. 5 тайпа Нушиби, 5 тайпа Дулу. Екеуін қосқан кезде 10 тайпа. Получается, бағанағы 10 тайпа елі деген шығады екен. Математика сауаттылық болып кетіп саламыз. Келесі, батыс түрік қағанатының территориясы болып табылады. Негізінен мына жерде бөліп тастағанбыз. Олар бізде батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін 4-ке бөлініп кетеді. Түргеш, Оғыз, Қимақ, Қазақ деп 4 қағанатқа бөлініп кеткен болатын. Біздегі билеушілеріне келейік. Батыс түрік қағанатының алғашқы қағаны ол бізде Тардуш болып табылады. Енді біздегі батыс түрік қағанатының негізін салып беретін аймағын ол бізде Иштими болып табылады. Ал бізде Иштимиден кейін оның баласы осы Тардуш деп аталатын тұлға билікке келеді. Және де бұл Тардуштың тұсында батыс түрік қағанаты жеке мемлекетке айналады деп айтамыз. Келесі Шигу деп аталатын тұлға. Шигу шекараны ұлғайтқан мықты хандардың бірі болды. Одан кейін барып Тон. Тонның басты мақсаты не болды? Батыстағы елдерді бағындыру. Яғни Византия деген секілді, одан бөлек батыс аймақта қандай мемлекеттер бар? Түрік қағанатының. Сол мемлекеттерді бағындыру болды. Және де бізде басқару жүйесін қайта құрып, жаңадан бір не енгізді, лауазым енгізген болатын. Селиф деп аталатын. Селиф дегеніміз олар кімдер? Батыс түрік қағанатындағы салық жинаушылар болып табылады екен. Келесі Ишпарилтерс. Ишпарилтерстің несі жаңалығы ол бізде 10 оқ будун жүйесін енгізген осы Ишпарилтерс болып табылады. Бізде осы Ишпарилтерстен кейін барып не қалады екен? Батыс түрік қағанатында не болмайды? Ауызбіршілік болмайды да, олар бізде ақыры ыдырап оның құрамындағы ең жоғарғы мықты болған қандай еді? Түргеш деп аталатын тайпа өте мықты болды. Сөйтіп бізде Түргеш қағанаты құрылады деп айтамыз батыс түрік мемлекетінің орнына. Мына жерде енді билеушілерін жазып кеттік. Ең жоғары билеушісі Қаған деп айттық, одан бөлек көп, өздерің оқысыңдар болады. Құлауы 1000 деп өтірік айтамын. 704 жылы аралығында Түргеш қағанаты құрылды, батыс түрік қағанаты құлап қалды. Келесі шығыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанаты біз айттық, кейін құрылады деп. Яғни басында сразу құрылмайды. Бұл бізде кейін құрылады. 682 жылы басында бізде Қытайларға бағынышты болды деп айтқан болатынбыз. Мемлекеттің өмір сүрген уақытысы. Мынау бізде мемлекеттің шекарасы. Бұл бізде шығыс түрік қағанатының орналасқан аймағы қазіргі Монғолия территориясы болды. Қазақстанға қатысы жоқ қатты. Бірақ просто бұның құрамындағы халықтар бізде кейіннен
қазақ жерінде құрылатын мемлекеттерге қатысы бар. Сол үшін айтып кетеміз біз. Мемлекеттің негізгі елді біріктіруші алғашқы патшасы, мемлекеттің қағаны Құтлық Етеріс. Үш ақ қаған бар бұл жақта. Құтлық Етеріс, Қапаған және де Білге деп аталатын. Одан кейін бар Қапаған, енді бұл бізде қатты маңызды емес, және де Білге. Білге бізде мемлекетті басқару 716-741 жылдар аралығында. Білге қайтыс болғаннан кейін мемлекет ыдырап кетеді. 744 жылы, 3 жылдан кейін бар. И бізде шығыс түрік қанатында тұлғалар бар, Тоныкөк деп аталатын, үш бірдей қағанға уәзір болған кемеңгер, бағанағы бізде айтып кеткен Құтлық, Қапаған, Білгеге бірдей не болған, уәзір болған екен. Өмір сүрген уақытын қарасаңдар, примерно қанша жыл? 95 жыл өмір сүрген ғой. 95 жыл сол үш неге ханға уәзір болған екен. Және де Күлтегін деп аталатын тұлға. Күлтегін бұл бізде кімнің? Жаңағы Білгенің братчикісі, інісі болып табады. Көк түріктің көк семсері деп аталатын атақ алған екен. Все, кеттік. Мынау біздегі Күлтегіннің жазуы, Орхон-Енисей жазулары. Және де 744 жылы бізде бұл мемлекетті кім құрады? Қарлық, ұйғыр, қырғыз деп аталатын үш тайпа. Енді бұл жерде көбінесе біз Қарлық пен ұйғыр айтамыз. Қырғыздарға аса көп тоқталмаймыз. Қарлық пен ұйғыр екеуі бірігіп мемлекетті құлатып тастайды. Содан кейін барып бізде ол мемлекеттің орнына, шығыс түрік қағанатының орнына ұйғыр қағанаты құрылады екен. Алғашында қарлықтар, негізінен Қарлық пен ұйғырлар тең болды. Ұйғыр тең, Қарлық, олардың күші бірдей болды негізінен ше. Бірақ қарлықтар біз жерде қағанатты құрып үлгермей қалады. Ұйғыр қағанаты өздерінің мемлекетін құрып, қарлықтар басында алғашында оларға бағынышты болып қалады деп айтқан болатынбыз. Енді кеттік. Ары қарай Түргеш пен Қарлыққа келейік. Жеке-жеке. Түргештерге қатысты тестте келіп жүр ғой айтпақшылай. Түргештерге нормальный ақпараттар келді осы қаңтар ортада. Наурызда тоже келуі мүмкін. Бірақ қағанаттарға қатысты ақпараттар келіп жатқан жоқ. Бізде жаңа заманнан келіп жатыр көбінесе негізше тесттер. Бірақ ол келмейді деген сөз емес. Орта ғасыр бізде өте үлкен ауқымды уақыт болып табылады. Получается, орта ғасыр кезеңін қамтитын уақыт бізде негізінше айтып кетейін бе сендерге қызықшы. Тестте көп қайсысынан келеді деп сұрайды ғой көбінесе оқушылар ше. Мен айтамын дейді орта ғасырдан келеді деп көп. Жазылсайшы. Ой құдай, өсіп асыққанда жазылмай қалды ғой. Орта ғасыр міне. Орта ғасыр кезеңі өте үлкен кезең. Ең үлкен, получается, бізде 552 жылдан бастап, түрік қағанатынан құрылғаннан бастап 1700 жылға дейін, 715 жылға дейін ғой. Мәне мынау бізде түрік қағанатының құрылғаннан бастап, кімнің? Тәуке ханның билік еткен уақытына дейін. Получается, бұл кезеңде бізде моңғол шапқыншылығы да болды, қазақ хандығы да құрылды, Алтын Орда, Ақ Орда, Моғолстан, Әмір Темір барлығы осының ішіне кіріп кетеді. Получается, примерно 1200 жылдай уақыт қамтыған екен да. Бірақ тарихта 1200 жыл уақыт қамтитын бір кезең жоқ негізінен, орта ғасырдан басқа. Ежелгі заман енді бар, бірақ ол ежелгі заманнан көп келмейді бізде. Особо осы орта ғасыр мен жаңа заманнан келеді, және де қазіргі заманнан келеді. Өйткені біздегі нақты енді жаймен кетіп баратыр ежелгі заман. Келесі уже алдағы бір 5 жылдықта уже біз сақ дегендерді өтпейтін шығармыз деп ойлаймын. Мысалы сендер өтіп шықтық қой, олар может керек емес сияқты болып қалатын сияқты алдағы уақытта. Все, енді кеттік. Бұл мемлекеттің өмір сүрген уақыты жазылып тұр. Білесіңдер, Түргеш қағанатының территориясын көріп тұрсыңдар. Мынау бізде картадағы берілген аймағы. Түргештер алғашында батыс түрік қағанатының құрамында болды, кейіннен бар батыс түрік құлағаннан кейін бар олардың орнына түргештер өздерінің мемлекетін құрып алды. Және де олар екіге бөлінді, сары түргеш пен қара түргеш деп бөлінген болатын. И біздегі көршісі Қимақ қағанаты болып табылады. Сары түргештер Шу өзенінің бойын мекендеді, және де бұл түргеш мемлекетінің астанасы Суяб қаласы болды. Астана қаласы, алғашында Астана бізде кімнің? Суяб қаласы болды. Және де қара түргештер болып екіге бөлінді. Ордасы Тараз деп аталатын аймақ болып табылады. Яғни бізде тестке бар, кстати, айтпақшы, Сұлу қағанға қатысты. Сұлу қағанның кезіндегі Астана. Сұлу қағанның тұсындағы Астана ол не болып табылады? Осы Тараз қаласы болып табылады. Тараз. Келесі, негізгі астанасы Суяб қаласы болып табылады. Көбінесе тестте астанасы деген кезде Суябты белгілейміз, оқушылар қателеспеңдер. Ал если что, именно Сұлу қағанның кезіндегі түргеш мемлекетінің астанасы деп келетін болса, ол бізде Тараз бірақ келді тек астана ретінде. Ал основной астанасы осы Суяб болып табылады. Шаруашылығын енді көшпелі мал шаруашылығы көп келе бермейді бұлар. Теңге соғылған қаласы 704-706 жылдар аралығында теңге соғу дамыған, ол бізде Тараз қаласында соғылған деп айтады екенбіз. Мемлекеттің басшыларына келейік, үшлік 704-706 жылы басқарады мемлекетті. Одан кейін барып тестте келіп жүрген көп Сұлу қаған үш жақты не қылған екен? Соғыс жүргізген. Және де түргештердің ішіндегі Сұлу қанға қатысты бізде мынау келіп жүр, өте именно.
тестте былай келеді. Түргеш арабтарға қарсы кімдермен одақтасып қарсы шықты. Ол жерде бізде Орта Азия халықтарымен одақтасып не қылған болатын? Арабтарға қарсы шайқасқан болатын. Вот осыны жаттап алыңдар. Сұлу қалған арабтарға қарсы кімдермен Орта Азия халықтарымен одақтасып шабуыл жасаған болатын. Все. Қытаймен күрес, Қытай мемлекеті бізде Түргеш мемлекетінің әлсірегенін пайдаланып, қалаларын толап кеткен болатын, астанасын басып алған болатын. Сөйтіп, 756 жылы мемлекет екіге бөлініп кетеді. Кстати, Атлах шайқасы бар ғой бізде. 751 жылы Атлах шайқасы болды, және де Атлах шайқасына қатысты тестте бірақ тер не келіп жүр. Яғни бұның жылын сұрайды, немесе андай сәйкестендіру келеді, типа оқиғаларды сәйкестендір деген секілді. Атлах шайқасының болған уақыты 751 жыл. Және де бұл шайқастың негізгі тарихи маңызын сұрайды тестте. Всегда сұрайды, осыны сұрайды. Жетісудан қытайлар қуылды. Бұл вариант болмаса, мына екі варианттың біреуі болуы мүмкін. Ислам мәдениеті кеңінен тарады, және де арабтар Орталық Азия аумағына шегінді дейді. Бірақ именно мынау келеді ғой. Мынау всегда келеді. Всегда келеді. Келесі. Түргеш қағанатының құлауы 756 жылы бізде қарлұқтардың қысымынан не істеді? Түргеш мемлекеті құлап қалған болатын. Ал қарлұқтар қай жақтан келді? Қарлұқтар бағанағы құрылатын ұйғыр мемлекетінің құрамынан бөлініп келген болатын, қашып келеді. Қарлұқтардың несіне жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан соғдылар деп аталатын халық бар. Соғдыларға қатысты бұл жерде мынау дерек келеді көбінесе. Вот қара. Соғдылықтардың ішінде түркше сөйлемейтіндері жоқ деп кім айтты деп келеді? Махмұд Қашқари келеді именно. Махмұд Қашқаридің дерегі бойынша соғдылықтардың ішінде түркше сөйлемейтіндері жоқ деп. Және де соғдылықтардың Жетісуға қоныс аударуы саудаға байланысты деп кім айтты деп келуі мүмкін? Бағділ деп аталатын тұлға айтқан. Енді мыналар бізде көбінесе келіп жүрген жоқ, бірақ келмейді деген сөз емес, бір шолып өтулерің керек. Хорошо, естеріңізге сақтап алыңдар, оқып. Ағай келмейді деп айтты, ойбай оқымаймыз деп не қылып жүрмеңдер. Мен главный дегендерін ғана келіп жүргендерін айтып жатырмын да осы кезге дейін. Вот, мен саған примерно 26 минутта біз бір 10-15 минуттың ішінде қанша тақырып? 4 тақырып өтіп жатыр. Сиқыр ма? Шамал настроениемді көтеріп қояйын. Бастарың істемей жатқан шығар деп ойлап жатырмын ше, примерно ішімше. Сендерге оңай емес енді, мен бұлардың барлығын білемін ғой. Сендерге шамал қиындық тудырып жатқан шығар деп ойлаймын. Бірақ қиналмаңдар ешқандай. Кеттік, Қарлұқ мемлекеті жайында. Бисмилля. Қарлұқ қағанатының өмір сүрген уақытын көріп тұрсыңдар. Бізде 756-940 жылдар аралығында Қарлұқ мемлекеті өмір сүрген, иә? Вот, мінекей, первый болайық. 756-940 жыл аралығында өмір сүретін мемлекет. Және де, кстати, тестте бұнау келді. Кеше Наурызда да келді бұнау. Мұнау келді именно. Қараңдар. Ибн Әл-Фақих деп аталатын тұлғаның олар дейді көне түркілер деп жазған. Осындай тест келді. Қарлұқтарға қатысты осы келді. Және де 742 жылы қарлұқтар ұйғырлармен бірігіп, жаңа айтып кеттік, шығыс түрік қағанатын жеңіп тастайды. 744 жылы нәтижесінде Қарлұқ қағанаты, шығыс түрік қағанаты құлап қалды да, оның орнына ұйғыр қағанаты құрылды. Бірақ 746 жылы қарлұқтар ұйғырларға қарсы шығып, біз сендерге бағынбаймыз деп, ұйғырлардан қарлұқтар жеңіп қалды. Сөйтіп, 3 жылы дейді, 746 жылы батысқа қарай, яғни Түргешке қарай қашаттылар. Түргеш мемлекетіне қарай қашады. Оны елді деп тұрғанымыз, бұл жерде кейіннен барып Түргеш мемлекетінің аталып кетеді солай. Потому что бұлар бізде кімнің? Ізбасар ғой, мұрагерлері. Батыс түрік қағанатының мұрагері болғаннан кейін, оны елді деп те кейде аталады екен түргештер. Вот, и бізде қарлұқтар осы түргештердің жанына келеді. Давайте дос болайық. Біз андай кішкентай континенттер болады ғой, бүйтіп жылмаңдап жүресінше. Сол сияқты қарлұқтар келеді түргештердің қасына. Сөйтіп, біраз уақыттан кейін барып, бізде 5 жылдан кейін барып, 746-тан плюс 5 жылды қосатын болса, не болады? 751 жыл болады. 751 жыл қандай оқиға болды? Атлах шайқасы болды. Атлах шайқасында түргештердің несі авторитет түсіп қалды да, бірақ қарлұқтар өте мықты болып кетті. И соны пайдаланған қарлұқтар 756 жылы не ұқсайды, түргештерді құлатып өздерінің мемлекетін құрып алады деп айтады екен. Бізде Қарлұқ қағанаты именно түргешке ұқсайды, өте не аумақ жағынан өте ұқсас. Жанында көршілерін ал бізде. Астанасы Суяб қаласы, негізгі астанасы. Келесі, және де Елтебер тайпа одағының басшысы, бізде лауазымда Жағу мемлекеттің басшысы 756-840 жылы аралығында. 840 жылдан бастап мемлекеттің басшысы Қаған болады. Потому что 840 жылы бізде ұйғыр қағанаты құлап қалды. Ұйғыр қағанаты құлады. Вот, жүректерімді көріп жатырмын, оқшап тұра тұрыңдар, жүректі қоя тұрыңдар.
Жүректене маңызды болып жатыр мына жақта. Мал көшпелі шаруашылықтары, көшпелі мал шаруашылығы, одан бөлек егін шаруашылығымен айналысқан болатын. Кстати, тест былай келіп жатыр. Қарлұқтардың 25 қала қонысы бар жөнінде қандай деректе келеді? Тестте келді. Худат әл-Алам деп аталатын еңбекте келеді деп. Сендер беттерінен күле қалған сайын қоймайды екенсіңдер, иә? Кеттік. Қарлұқтар елінде 25 қала мен қоныс бар деген қандай еңбекте келеді деп айтады. Ол бізде Худат әл-Алам деп аталатын еңбек. Естеріңізге сақтап алыңдар. Еще Қаған қаласының халқы көп, бекінісі мықты, әскер мен қару-жарағы мол деп Әл-Идриси жазып қалдырған болатын. Одан бөлек, қарлұқтардың ішіндегі бізде жетекші тайпа, ол бізде бұлақ тайпасы болып табылады, және де мынау да келіп жүр тоже. Все, қарлұқтар негізі особо көп келеді, түргіштер мен қарлұқтар ше, деректер жайында, мынадай былай деп кім айтқан, қарлұқтар жайында былай деп кім айтқан деген секілді. Ибн Хаукал былай айтқан екен. Қарлұқ жерін шығыстан батысқа толық жүріп өту үшін бізде 30 күн керек деп жазып кеткен екен. Вот тестте осылай кім айтты деп келеді? Ибн Хаукал айтқан. И бізде мына жер керек емес. Саманилердің шабуылы басталады. Саманилердің шабуылынан бізде Қарлұқ қағанаты екіге бөлініп кетеді. Екі бізде Бүлгекіл Қадырхан деп аталатын тұлғаның екі баласы Базар Арслан мен кім еді Оғылшақ. Екеуі екі мемлекетті екіге бөліп басқарып алады. Кейіннен барып оңтүстік Қазақстандағы ислам дінінің орталығы деп келуі мүмкін. Жазу өтіп жатқан ше. Ол бізде Испиджаб қаласы. Оңтүстік Қазақстандағы ислам діні ең алғашқы енген және де орталыққа айналатын ол бізде центр болып табылатын Испиджаб қаласы болып табылады екен. Келесі, мынау бізде енді Қарлұқ қағанаты жаңа айтып кеттік. И бізде Қарлұқ қағанатының 940 жылы ол жерді Қашқар түркілері басып алады деп айтамыз. Қашқар түркі дегеніміз ол кейіннен барып бізде Қарахан мемлекетінің нелері ғой. Қарахан деп аталатын не жоқ, тайпа жоқ. Ол бізде Қашқар қарлұқтары ғой. Получается, Қарахан мемлекетін құратындар олар бізде осы қарлұқтардың бір бөлігі. Түсіндік қой, келесі кездескенше дейді, жоқ келесі кездескенше емес. Біз келесі кездескенше деп басқа уақытта айтамыз қазір. Данный момент біз келесі кездеспейміз. Бізде қызық болып отыр сабақ. Все, Қарлұқ кетті. Одан кейін барып Қарахан деп айттық па біз? Жоқ, кстати, енді сразу Қарахан деп кетпей ақ қояйық. Оның уақытында, яғни қарлұқтармен, түргештермен бірге өмір сүретін бізде Оғыз Қимақ деп аталатын мемлекет бар. Вот Оғыздар мен Қимақтарға келейік. Бұлардың өмір сүрген уақытын біз айтқан болатынбыз. Жылдары белгісіз, яғни бірақ ғасырлары бар, 9 ғасыр аяғы мен 11 ғасырдың ортасында өмір сүрген. Ең алғашқы мекендері бұлардың Моңғолия жерінде болды. Ұйғырлар, бұл Оғыздар бізде алғашында шығыс түріктердің қоластына кірді ма, сондай болды, короче, бағынды. И кейіннен барып шығыс түріктің құрамынан кетіп, ұйғырлар оларды қуып жіберді. Ұйғырлар қуғаннан кейін барып Оғыздар Жетісу аймағына келіп қоныстанған болатын деп айттық. Жетісу аймағында бұл жерде кімдер бар еді? Қарлұқтар бар еді. Қарлұқтар тоже қуып жіберді. Сөйтіп ақырында бізде не істейді екен? Оғыздар Сырдария бойына келіп өздерінің мемлекетін құрап. Келесі. Вот мінекей, Оғыздарға қатысты мынадай ақпараттар келеді деп айтқан болатынбыз. Оғыздардың 24 тайпаға біріккендігі жайында кім айтты? Махмұд Қашқари айтады. Бұл бізде қай уақытта айтып тұр примерно? Бұл әлі мемлекет болып құрылмаған. Мемлекет емес әлі Оғыздар. Әлі бөлек болып жүрген, тайпа болып жүрген кезде, ал біздегі 12 тайпадан құралып халық дәрежеге жетті деп кім айтады? Әл-Мәрвази айтады. Бұл уақыт уже мемлекет болып құрылған уақытысы. Бағана тайпалардың барлығы бірігіп, давайте мемлекет құрайық деп неғылған, мемлекет құрылған кезде 12 тайпа болған. 24 тайпа бірігіп, үлкен 12 тайпа неғылған құрылған деп айтқан болатынбыз. Мына жерде бізде Оғыздардың тотемі қой деп айттық, қатты маңызды емес бұл жердегілер. Кстати, орталығы Яңгекент қаласы всегда келеді осы. Бұл бізде Яңгекент. Білесіңдер енді, бірақ түр қала болған, Яңгекент деп аталатын, ол бізде Оғыздардың орталығы болған. Оғыздардағы мемлекет басшылары Жағу, одан кейін бар Тақмұрагер Инал болды, Тақмұрагер Тайбейдің Атабек болды, Қанқаш деп аталатын бізде жиналыс болды, не сияқты құрылтай деген секілді. Күл еркіндер Жағудың уәзірлері, кеңесшілері, Сүйбашы, әскер басшысы. Шаруашылығы керек емес. Кстати, Хазарларға қарсы соғысы қашан жүрді? 965 кіммен бірікті? Киев Русымен бірікті, Хазарларды жеңіп тастады. Келесі еділ бұлғарларына қарсы. Бұл бізде болгар халықтары ғой. Болгар, қазіргі Болгария деп айтамыз ғой біз, болгар халықтар. Сол бұлғар деген қазақша алған кезде бұлғар деп аталады ғой. 985 жыл бұлғарларға қарсы, тоже Владимир Мономах деп аталатын Киев Русымен бірігіп, еділ бұлғарларын жеңіп тастаған болатын. Және де орыс деректеріндегі оғыздардың атауы түріктер деп аталатын болған. Және де Сырдариядан Кавказға дейінгі аумақ Оғыз даласы деп аталған болатын 10 ғасырда. Мынау бізде сол уақыттағы карта. Қазақ жерінде өмір сүрген, бір уақытта өмір сүрген Қарлұқтар бір уақытта өмір сүрді, Қимақтар өмір сүрді, Оғыздар өмір сүрген болатын бір уақытта.
все сөйтіп бізде оғыз мемлекетінің жаңағыдай құлап қалуы салжұқ мемлекетінің несімен андай соғыстармен байланысты және де мемлекеттің шектен тыс салық салып жіберу халыққа көтеріліс ұйымдастырған болатын. Сөйтіп мемлекет әлсіреп қалды. Соны пайдаланған бізде нелер бұл негізінен оғыздарды құлататындар кімдер? Оғыз мемлекетін құлатқандар қыпшақтар деп айтсақ болады 11-ші ғасырда. Оғыз мемлекетін құлатқан олар бізде қыпшақтар. Получается, қыпшақтар осы оғыздардың территориясын басып алған болатын 11-ші ғасырда. Кеттік. Келесі. Жазып алыңдар. Жаңа соңғы информацияны. Оғыз мемлекетін құлатқан, яғни мемлекеттің территориясын басып алып, өздеріне қосып алған олар қыпшақтар болып табылады. Оғыз мемлекеті кетті, келесі Қимақ. Құдай жағыңа қуат берсін деп отқан шығарсыңдар, иә. Ағай автомат болып жатсыз ғой деп ше. Аузым ауырып жатыр, уже ауызы жатын уақыт тездетіп болса екен. Қимақ кеттік. Қимақтардың ең алғашқы тоже өмір сүрген аймағы Батыс Моңғолия аймағы. Бұлар қимақтар тоже алғашында кімдердің құрамында болады? Қимақтар негізінен алғашында кімдердің құрамында болады? Негізінен батыс түрік қағанатының құрамында болады, получается ше. Мен енді Моңғолия жерінде өмір сүргенмен бұлардың өмір сүрген кімдердің құрамында болады? Айттым ғой, батыс түріктердің құрамында болады негізінен. Басында 656 жылы бізде батыс түрік қағанатының құрамынан шығып кетеді. Батыс түрік қағанатының құрамынан болады. Бұл уақытта батыс түріктер не жоқ енді, бірақ батыс түрік қағанатының құрамында болған басында. 654 жылы бөлініп кетеді, короче. Главный не ғой, маңызды емес, бұлардың кімнің құрамында болғандығын білсеңдер болды. Получается, бұлардың бәрінің несі ата тегі түріктер ғой. Бұлардың барлығы түрік қағанатының құрамында болған. Қимақ, Оғыз, Ұйғыр, Қарлұқ, Түргеш дегендердің барлығы кімдердің құрамында болған? Қыпшақ, тағы кім? Қимақ, Қарахан, Қарлұқ, бәрі кімнің құрамында болған? Түріктердің құрамында болған негізінен. Басында түрік қағанатының құрамында болған, кейіннен барып бөлініп кеткен ғой, өз алдына жеке-жеке. Қимақ қағанатының территориясы кеттік. Қимақ қағанатының кстати, Қимақ қағанатына қатысты ең маңызды ақпараттар дегеніміз ол бізде Имақия қаласы. Имақия қаласының астанасы, яғни Қимақтардың, және де екінші астанасы Карантия қаласы болып табылады. Алакөл бойындағы жазғы ордасы болып табылады. Бұл жердегі картамен көрсететін болсақ, картамен көрсете алмайды екенбіз. Мына бізде ол жайында карта жоқ екен. Кеттік. Келесі. Құрамында қандай тайпалар болды? Ұйғыр қағанаты құлап қалады 840 жылы. 840 жылы Ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оның құрамындағы Эймур, Баяндур, Татар, Ванихас, Ажылар, Имек, Қыпшақ деп аталатын тайпалар Оғыз деп ғой, Қимақ қағанатының құрамына қосылады. Қимақтардағы ең жоғары билеуші қаған болып табылады. Одан кейінгі лауазым, төменгі сатыда тұратын лауазым Япу, Шаптүк және де ең беделді жоғары топ қимақтардағы әскери қызметкерлер болып табылады екен. Шаруашылығы, мал шаруашылығы, одан бөлек егін шаруашылығымен де айналысқан айтамыз. Вот, кстати, деректер ғой өте көп келетін ше бізде. Қимақтар бидай, арпа, күріш жүзім өсірген деп Әл-Идриси айтқан. Одан бөлек Әл-Идриси бізде ертістің бойында қимақтардың 16 қаласы бар деп айтқан. Кім айтқан деп жатыстырып түсіндірді ше. Кім айтқан дегенде өте қатты не қылыңдар. Кімнің не айтқандығын, адамның аты мен оның беріп кеткен дерегін өте қатты миларыңа сақтап алыңдар, жазып алыңдар. Анау бізде кеттік. Қимақтардың несі біздегі мемлекеттің құлауы кімдермен байланысты? Қарахан мемлекетімен байланысты және де Енисей қырғыздармен, яғни мемлекетті Қарахан мемлекеті шабуылдап не қылсайды, әсер етпейді, бірақ бұл концепциясы не істейді? Қимақ мемлекеті Қыпшақ мемлекетінің әсерінен құлайды. Сөйтіп бізде олардың орнына Қыпшақ хандығы құрылады. 11-ші ғасырда Қимақ мемлекетінің территориясы толығымен қыпшақтардың қоластына кіріп кетеді деп айтамыз. Мына жерде мотивациялар екен, өздері досыңдар болады. Басқалардың не істеп жатқаны маған өзі, өздерінің не істеп жатқандары маңызды дейтін. Келесі Қимақты біттік әйтеуір, одан кейін барып, енді кеттік. Уже дамыған орта ғасырдағы мемлекеттерге келеміз. Біз айтып өткен мемлекеттердің барлығы ерте орта ғасырдағы мемлекеттер. Түрік, батыс түрік, шығыс түрік, Қарлұқ, Түргеш, Оғыз, Қимақ. Бұлар ертеректе өмір сүрген. Яғни 11-ші ғасырға дейін өмір сүрген. Енді 11-ші ғасыр, уже 10-11-ші ғасырда бастап өмір сүрген мемлекеттер жайында айтатын боламыз. Алла. Келесі Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекетінің өмір сүрген уақытын көріп тұрсыңдар. Вот міне. 942 1212 жыл. Қарахан мемлекетінің белгісі, Қарахан мемлекетінің территориясы, Қарахандардың түсі, түрі деген. Қарахан мемлекетінде екі тайпа болды деп айтқан болатынбыз. Екі тең қосарлы жүйе. Яғни екі тайпа мемлекетте осырған болатын. Тура батыс түріктегідей
дугу мен нушиби секілді түргештердегі қара түргеш пен сары түргеш секілді. Билік осы екеуінің арасында не отқан, алмасып отқан. Біріншісі жікір тайпасы, екіншісі яғма тайпасы. Особо билеушілер бізде осы неде шығып отқан, яғма тайпасынан шығып отқан. Бура деген секілді әлемдер болған, осындай кеттік. Құрамында қандай тайпалар болған? Жікіл, яғма, одан бөлек үйсін, қаңлы, оғыз тайпалары болған екен. Және де біз құрамындағы ең негізгі тайпа қарахандтарда, біз айттық қой, қарахан мемлекетінің құрылуында басты рөл атқарған тайпа ол бізде Қарлұқ тайпасы. Жүсіп баласаған түркілер жылқы малына ерекше көңіл бөлгенде жазып кеткен екен дейді. Қоғамдық құрылысына келейік. Қарахан мемлекетіндегі қоғамдық құрылыс ол бізде хан, және де ұлысбек немесе илек және де уәзір деген секілді тегін ілік хан бектер нөкерлер ханның ұрпақтарына берілетін лауазым болған екен. Және дегі бұл мемлекеттің ең алғашқы, кстати, тестте былай келіп жүр. Иқталық жүйе тән мемлекет. Иқталық жүйе тән мемлекет, ол бізде иқталық жүйе қай мемлекетке тән? Қарахан мемлекетке тән. Яғни феодалдарға берілетін жер. Получается, бізде былай болған. Енді қимақтарды тоже жерді жеке меншікке берді, бірақ иқталық жүйе ең алғашқы тән мемлекет осы Қарахан болып табылады. Иқтаның иесі иқтадар болып табылады деп айтамыз. Және де вақыттық жерлер болған. Жерді де енді қатты маңызды емес. Кстати, маңызды керектері бізге осылар ғой. Сатық Боғрахан мемлекеттің негізін қалаушы, билік еткен уақытысы мына уақыттар қамтиды. Одан кейін бар Мұса ханның билік еткен уақытысы 955-960 жыл. Және де ислам дінін ең алғашқы мемлекеттік дін ретінде жариялайды. Қай жылы? 960 жылы. Ең алғашқы қазақ жеріндегі ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялаған мемлекет болып табылады осы. Келесі Арслан хан. Арслан хан баласында басқарған екеуі Хасан Борғай деп аталатын хан екеуі бірге басқарған мемлекетті. 30 жыл бойы. 15-15 жылдан бөліп алған ғой. Енді туған Ибн Насыр деп аталатын хандар көбінесе келмейді. Жеке-жеке хандарға не бөліп кеткен? Ақпараттар бөліп кеткен, өздерің қарап алсаңдар болады оны. Келесі. Қарахан мемлекеті 1040 жылы екіге бөлінді. Ибрахим ибн Насырдың тұсында мемлекетті басқаратын. Ибрахим ибн Насырдың тұсында мемлекет екіге бөлінеді. Батыс және де шығыс болып. Негізінен шығыс мемлекет өте мықты болды. Шекарасы Сырдария өзенінің бойында шектескен болатын. Осы бізде Қарахан мемлекетінің территориясы екіге бөлінген ортасынан батыс Қарахан, шығыс Қарахан болып. И бізде бұл мемлекетке Қарақытай мемлекеті шабуылдайды. Қарақытай мемлекеті сөйтіп істейді екен, алғашында шығыс хандықты басып алады. Кейіннен 37 жылы толығымен батыс Қарахан, шығыс Қарахан барлығы толығымен Қарақытай мемлекеті басып алады деп айтқан болатынбыз. Және де бізде тарихта Қатуан деп аталатын шайқас бар. 1041 жылы өтетін, 1141. Қарақытайлықтар мен Қарахандар және де плюс Салжұқтар. Қарахан мен Салжұқтар екеуі бірігіп алып не істейді екен? Қарақытайлықтарға қарсы шығады. Бірақ по-любому Қарақытайлықтар жеңіске жетеді екен. Сөйтіп бұл мемлекеттің құлауы 1212 жыл аралығы. Қарахан мемлекеті 1212 жылы құлады. Екіге бөлініп кеткен болатын, батыс Қарахан, шығыс Қарахан болып. Батыс Қарахан аумағын бізде кім басып алады? Хорезм Шах Мұхаммед басып алады. Ал шығыс Қараханды құлататын ол бізде Найман ханы күшлік. Бізде былай айтсақ болады, Қарахан мен Қарақытай деп аталатын мемлекет екеуі бір уақытта өмір сүрген. Потому что Қарақытай мемлекеті не істейді? Қарахан мемлекетін басып алғаннан кейін оларды до конца не құлатып тастамайды. Өйткені олардың билігін сақтап отырады. Өйткені неліктен? Өйткені мемлекетті мықты етіп ұстап отыру үшін, яғни олардан не алу үшін, салық алып отыру үшін әдейі ол мемлекетті құлатпай ұстап отырады екен. Өздеріне бағын жетіп ұстап отырады, короче. До конца жаңағы құлатып тастамайды, кімдер сияқты болып. Қыпшақтар сияқты болып, мысалы, қыпшақтар қимақтарды құлатып тастады да, өздерін бүйтіп алып алды ғой, олар бізде басқалай. Ал Қарақытай мемлекетіне келейік. Қарақытай мемлекетінің негізгі құрамындағы тайпаны айтамыз біз, кімдер? Қидандар деп айтқан болатынбыз. Қидандар. Жазылсайшы енді. Өстіп күйдіреді оған жазылмайшы. Қидандар деп айтамыз. Және де 1125 жылы бізде қидандардың өздерінің мемлекеті болды, Ляо деп аталатын. И бізде ол мемлекет құлап қалады, и ол мемлекет құлағаннан кейін барып қидандардың бір бөлігін Ирудаши деп аталатын тұлға бастап алып, қай жаққа келеді екен? Қарахан мемлекетінің қасына келеді. Бағана тура Қарлұқтар сияқты. Қарахан мемлекетінің қасына келеді де, сенімен дос болайық деп, жылмаң етіп келеді. И 3 жылдан кейін барып бізде мемлекеттің Баласағұн қаласын басып алады 1128 жылы, сөйтіп істейді өздерінің мемлекетін құрады. Қараңдар, 1128 жылы мемлекет құрылды.
және де олардың орталығы болатын қандай аймақ Қызылордасы ерекше. Қарақытайдың мемлекетінің орталығы Қызылордасы болып табылады. Ана жерде Қатуан шекарасы деп айтсақ болады. Келесі. Мынау енді қатты маңызды емес. Кстати, тестте былай келіп жүр. Хандардың ханы деген мағынаны білдіретін, ол бізде қандай лауазым иесі? Гурхан. Қарақытайлықтардың мемлекеттің басшысын Гурхан деп атаған екенбіз. Мемлекет басшысы. Басқаларға ұқсамайды, басқаларға ұқсамайтын екі мемлекет бар бізде. Қарақытай менен кім? Оғыздар ғой. Мемлекеттің басшыларының атаулары басқа болған, және де астанасы басқа болған. Сояп дегендерге қатысы жоқ. Баласағын дегендерге Оғыздардың астанасы Яңгикент болып табылады, ал біздегі Қарақытайлардың астанасы Қызылордасы болып табылады. Және де Шу өзенінің бойында орналасқан екен. Гурхан билігі, яғни Қарақытай мемлекетінің сразу күшейіп кетуінің себептерін жазып қойғанбыз. Қарахандықтардың билігін сақтап қалған болатын, жойған жоқ. Халық тонауға тыйым салынды, жерді бөліктерін жеке меншікке бермеді, яғни биліктің барлығы кімнің қолында болды? Гурханның қолында болған болатын. Сол үшін де мемлекет сразу қатты дамып кетті. Вот міне еще бізде Қарақытайлықтарда әйелдер де мұрагер болған. Тестте келуі мүмкін, әйел адамдар да мұрагер болған мемлекет. Ол бізде Қарақытай мемлекет, жалғыз мемлекет қана. И бізде Илудаши қайтыс болады 1143 жылы. Әйелі Табуян билікке келеді, одан бөлек Илудашидің қызы Досаған деп аталатын тұлғада ел билеген екен. Ары қарай кетіп, мына жерге қатты енді келе бермейді. Кстати, мемлекетті кім басып алады? 1208 жылы күшлік деп аталатын тұлға бастаған Наймандар жетісуға келеді. Наймандар бізде негізінен қай аймақта орналасқан болатын? Қазір айтамыз, Найман, Жалайыр, Керей деп аталатын үш мемлекет жайында. Наймандар негізінен Монғолия жерінде орналасқан болатын. Монғолия жерінде орналасты, бірақ кейіннен барып ол жерде 1206 жылы мемлекет құрылды. Моңғол шапқыншылығы құрылған болатын. Вот моңғол шапқыншылығы құрылғаннан кейін барып Наймандар моңғолдардан қашып не істеді? Қазақ жеріне келген болады, Жетісу жеріне, қазіргі Алматы аймақтарына. 1212 жылы Қарақытай мемлекеті осы кімдердің қолынан, күшік Наймандардың қолынан айырылып қалды, сөйтіп не істеді? Найман билеушісі күшліктің қолына өткен болатын, Жетісу аймағында билік. Кейіннен барып бұл аймақтарды барлығымен толығымен моңғол шапқыншылығының әсерінен моңғолдар басып алады деп айтамыз. Мына жерде енді тақырыптық тесттер берілген, ол уақыт жоқ оған, үйден қарабасыңдар болады. Бізде әлі тағы 3-4 мемлекет бар. Ойбай, бізде 10 шақ минут қалды тезделу керек. Найман, Керей, Жалайыр. Найман, Керей, Жалайырға қатысты бізде кеттік, тезет, уақыт жоқ, давай кет. Дарабыз, давай кет. Қосылай тезірегенді. Вот қараңдар. Наймандардың өмір сүрген уақытысы 12-ші ғасырдың 2-ші жартысы мен 13-ші ғасырдың басында өмір сүрген. Наймандардың ең алғашқы жүрген жерлері Моңғол аймақтарында, Ұйғыр ханатының құрамында болады, керейіттер мен наймандар. Ұйғыр ханатынан бөлініп кетіп, олар не істейді екен, өз алдарына бөлек хандық құрады. 1204 жылы моңғолдар наймандар толықтай жеңді. Осы керек сендерге. Моңғолдар наймандарды қай жылы толықтай басып алды? 1204 жылы. Все, естеріңізге салыңдар. Тестте осы келсе. Одан кейін керейіт. Наймандардың астанасы. Наймандардың астанасы қандай еді? Балқыт қаласы. Өтірік айтамын. Илишін айтамын. Қазір қараймыз. Иә. Наймандардың орталығы болатын, ол бізде астанасы Балқыт қаласы болып табылады. Осы келеді тестте. Балқыты. Келесі керейттер. Керейттердің енді олардың да тоже қоныстаған аймақтары, қазіргі Монғолия аймақтары, бас ордасы астанасы Битөбе қаласы. Битөбе Балқытта екеуі ұқсайды, шатастырылмаңдар. Және де бізде 1203 жылы моңғолдар керейттерді толығымен жаулап алады. Моңғолдар жаулап алды. Уақытпен жаттап алыңдар, хорошо. 1203 жылы бізде моңғолдар не істеді? Моңғолдар 1203 жылы керейттерді бағындырып алды. 1203 жылы. Одан кейін барып моңғолдар наймандарды 1204 жылы бағындырып алды. 203 жылы керейт. Одан кейін 204 жылы найман. Және де 1205 жылы кімдерді бағындырып алды? Жалайырларды бағындырып алған болатын. Жалайыр. Все, келесі. Жалайырлардың ішіндегі біздегі Шыңғыс ханның бала кезінде дос болып, кейіннен барып жауынан алып кететін, ол бізде кім? Жамұха деп аталатын тұлға. Ал бізде тестте былай келіп жүр. 1205 жылы, толығымен не істеді?
Монғолдарға бағынып қалған болатын. И сөйтіп 1206 жылы Моңғол империясы құрылды. Яғни тайпалардың барлығын басын қосып, үлкен империя құрған болатын монғолдар. Және де бізде Шыңғыс ханның әскерінің қолбасшыларының бірі Мұқлай. Яғни Мұқлайды біз айтқан болатынбыз. Мұқлай бізде шай, үн, қандай еді? Бір әйтеуір сөз бар. Қандай сөз еді? Ой, Құдай-ай, бір тілімнің ұшында тұр еді ғой. Күй, үн, чайсын, тайжы дейтін осындай не? Чай үн дей ма? Чай ішкімге отыр десең, иә. Астына жазып қойсайық. Күй, үн, не еді? Күй, үн, чинсан, тайжы деп аталатын атақ алған. Мұқлай деп аталатын тұлға. Және де ол бізде Мұқлай Шыңғыс ханның ең жақсы көрген адамы. Талайыр тайпасынан шыққан Шыңғыс ханның ең жақсы көрген адамы, ақын әрі батыр, ол бізде осы Мұқлай болып табылады. Егер де всегда тестте Мұқлай дұрыс болады. Ал ертеңгі тестте былай келетін болса, Шыңғыс ханның бала кезінде досы болып, кейіннен жауы болып кететін, ол бізде Жамұха. Ал Шыңғыс ханның жақсы көрген адамы кім екен? Мұқлай болған екен. Ақын әрі батыр шешен. Мына жерде енді тесттер бар екен, тестке уақыт бөлмейміз біз. Бізде уақыт өте аз қалды. Шашыма күйіп кетті. Бір сабақта 10 тақырыпты түсіндіріп өту оңай емес енді. Түсінсеңдер деп ойлаймын. Дауысым еще қатып қалды. Главное бізде мына қыпшақтар ғой. Қыпшақ хандығының өмір сүрген уақытысы 11-ші ғасырдың 11-ші ғасыр мен 13-ші ғасырдың кезеңде өмір сүрген екен қыпшақтар. Келесі. Қыпшақ хандығының құрылуының 3 кезеңі бар. Алғашында 7-8 ғасыр, яғни қыпшақтар басында не болды? Халық болып, тайпа болып өмір сүрді негізінен. Яғни барлық халықта тайпа болып өмір сүреді басында. Кейіннен барып мемлекет құрады, иә. Басында кімнің құрамында болған? Батыс түрік қағанатының құрамында болады. 7-8 ғасырда. 9-11 ғасырда Химақ қағанатының құрамында болады. 11-13 ғасырда өздерінің жеке мемлекетін құрады. Қыпшақ хандығы жеке мемлекет ретінде болды. Жеке мемлекет қай уақытта? 13-11 ғасыр, яғни 1000-ші жылдар менен 1200-ші жылдар аралығында шамамен. Примерно жылмен айтқан кезде осылай. Маңызды емес, енді бізде тестте всегда ғасырмен келеді, жылын сұрамайды. Келесі, мемлекеттегі екіге бөлінді, иә. Мемлекет екіге бөлінді, оң қанат және сол қанат болды. Оң қанат дегеніміз ол батыс дешті қыпшақ, тоқсоға тайпасы, екі мықты тайпа болды, тоқсоба және де елі бөрілі деп аталатын. Сол қанат шығыс дешті қыпшақ, яғни мықтысы міне осы жақ болды. Мықтысы сол қанат болды. Басшылары шыққан, яғни қыпшақ мемлекетіндегі басшылары шыққан тайпа осы елі бөрілі тайпасы болып табылады екен. Біз екіге бөлген болатынбыз мемлекеттің территориясын, иә. Мына жерде мен қазір татыңдар. Мен ана бүйтіп өшіріп тастайыншы қазір. Қойқам. Рисование, ластик. Барлығын өшіріп тастап болады, негізінде ше. Бетіндегілердің бәрін өшіріп тастап, ал қайтадан новыйдан ашық болады. Біз айтқан болатынбыз. Общий мынау бізде Қыпшақ даласы. Қыпшақ даласы және де бұл Қыпшақ даласының екінші атауы бар. Дешті Қыпшақ болды. Дешті Қыпшақ, білесіңдер. Екіге бөлінді деп айтқан болатынбыз. Батыс Дешті Қыпшақ, шығыс Дешті Қыпшақ. Мына ортасынан біз бөліп тастаймыз қазір. Мына жақ бізде батыс Дешті Қыпшақ, мына жақ шығыс Дешті Қыпшақ. Получается, бізде негізгі аймақ Қазақ хандығының территориясы, кейіннен Қазақ хандығының құрылатын аймағы, ол бізде не болады екен? Мынау Қыпшақ хандығының сол қанаты негізінен. Негізгі аймақ шығыс дешті қыпшақ аймағында құрылады кейіннен Қазақ хандығы, одан бөлек Ақ Орда деп аталатын мемлекеттер осы аймақта құрылады деп айтқан боламыз негізінен. Мынау бізде енді екіге бөлініп кеткен болатын. Батыс дешті қыпшақ аумағы Дунай мен Еділ аралығы, шығыс дешті қыпшақ ал Еділ мен Алтай аралығы. Қазіргі Қазақстанның территориясы. Екеуінің Дунай мен Еділдің аралығын қосқан кезде, мынау дешті қыпшақ деп аталатын не қосады? Шығады, аймақ шығады. Еще бізде не бар? Тестте келді алдында қадаған сұрақ бар бізде. Еще бізде орыс деректеріндегі қыпшақ атаулары кім болды? Толстой болды. Ал Еуропа деректерінде командор. Және де осы командорға байланысты бізде бір ақпарат бар. Тестте бір қызық ақпарат келді. Қадаған бәрі. Яғни қыпшақтардың қарамен жазып, көкпен жазайықшы. Қыпшақтардың алдыңғы қатарлы тайпасы кім болды? Қыпшақтарда алдыңғы қатарда жүрген тайпа. Мынау өте маңызды. Қыпшақтарда алдыңғы қатардағы жүретін тайпа, ол бізде қандай тайпа болды? Құман деп аталатын тайпа болды. Мен сатылдыда осыны талдаған болатынмын. Құман тайпасы. Құман немесе типа мынаған ұқсайды, коман дегенге ұқсайды, командор дегенге ұқсайды, немесе құмандар.
құмандар. Получается, құман дейтін тайпа келеді екен. Қыпшақтардағы негізгі шаруашылық мал шаруашылығы болды, жылқы оларда байлық көзі болды. Қыпшақтар туралы осындай деректер бар еще. Қыпшақтар мен хорезмдердің арасында шайқас болады, және де оларды, кстати, тез сценарий келуі мүмкін. Қыпшақтар мен хорезмдердің арасында шайқас тоқтауының себебі не болды? Моңғолдардың шапқыншылығы. Моңғол шапқыншылығының әсерінен Қыпшақ пен хорезмнің арасында шайқас тоқтап қалады. Және де бізде Қыпшақтар жайында көптеген деректер келтіріп кеткен. Мысалы, Плано Карпини мен Рубрук арба үстінде тігілетін киіз үйлері бар деп айтқан екен Қыпшақтардың. Одан бөлек Рубруктың өзінің несі бар. Қыпшақтарға сиыр сүтінен жасалатын сусын берді маған, шөлеп келген кезде, оны айран деп атайды деп жазып кеткен. Және де одан бөлек Әл-Омари деп аталатын, Петахия деп аталатын тұлғалар деп қалған ше. Осындай тұлғалар дерек беріп кеткен екен. Все, осы кезде айта берсек болады. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Сұрақтарың бар ма деген нәрсені. Шүкір Алла, шүкір. Все, сұрақтарың бар ма, оқушылар? Бір-екі тақырып қалып кеттік-ау деймін. Қалдырып кеттік-ау деймін. Қандай тақырып қалып қойды, айтыңдаршы. Найман хандығы қалып кетпеді ме? Найман хандығын айттық қой жаңа, астанасы Балқып. Негізі айтылды ғой келетін. негізгі қатысты бізде наймандарға қатысты астанасын сұрайды, олардың аймағын сұрайды. Башқыларын сұрайды, башқылардың өздерінде қараластар бар. Башқылар бізде Наркештайын, Инаншпілге, Қадырбүке дейтін. Прям күшті сабақ болды. Ойламадым бәрін былай бір сағаттың ішінде сыйғызып өткіземіз. Мен де ойламағам солай, бәрін бір уақытта өтеміз деп, бірақ бізде осылай өту план бойынша берілген екен, уақыт үлгермейміз әйтпесе. Екі сабақ ретінде өтуге болатын еді да, негізінен ше. 2 сабақ ретінде өтуге болады, бірақ біз үлгермей қалайын деп тұрмыз. Сол үшін бірақ күшті сабақ болды. жатырсыздар, айтып алайын. Кеше мен сендерге не жіберген болатын, документ жібердім. Бұл ақпараттардың барлығы сол документтің ішінде бар, жаттау керектерің соның ішінде бар. Соны жаттап, зачетты соны алады апайлардың кураторлары. Ақыл ма? Гуиз. Квизді жіберемін. Ұмытып кетпей, мен қазір университетке керек. Еще как мен наяқты бастатып беруім керек тездетіп. Мен сендерге квиз